Hayırlı күн, қалдарыңыз қалай? Бүгін балапан тобына гүл отырғызуға әнеліміздің атынан шақырылып қалыппыз. Соған кішкене гүл туралы айта кетейін. Әрбір бөлмеде, әр үйде гүл өсірілуі тиіс. Өйткені гүлдің өте пайдасы көп. Үйіміздегі артық шаң тозаңды жұтады. Гүлдің әр түрі бар, ечеті гүлі бар, мята гүлі бар. Оны шайға қосып ішуге болады. Алоямыз бар, әрбір жараға таңып, соны емдейді. Іріңдерді мысалы кеткенге әрбір гүлдің өзінің бір пайдасы бар. Міне мынандай қызыл барқыт дегенін отырғызамыз бүгін қазір. Әнел екеуміз дөтші тамағай. Кішкене ортасын ашамыз бүйтіп, е? Әнел, гүлді қалай отырғызамыз? Кішкене ортасын ашамыз. Тамырланып тұрған гүлімізді осы шұңқырға отырғызып, шетін топырақпен көміп, су құямыз. Ал, енді сен қой. Анда білесің. Гүліміз дайын болды. Гүлдің шаңын қалай? Неметеміз біз? Гүлді қалай күтеміз, әнел айтшы? Гүлдің жапырағын шаңынан тозаңнан арылу үшін су сеуіп, оны ақырын сүрту арқылы гүлдің жапырақтарын тазалаймыз. Аптасына бір рет гүліміздің жапырақтарын осылай су сеуі арқылы тазартамыз. Жазды күндері далаға шығарып, кәдімгідей сумен суарып, жаңбырдың астына қойсаңыздар, дем алып, тыныс алып, гүліміз біздің әр түрлі күтімдері бар. Апта сайын гүлді суарып отыруымыз керек.